Стамбулдың дейтін әдемілігін ауызбен жеткізіп айту мүмкін емес. Мен осымен екінші жыл қатарынан бардым. 40 жасымда және 41 жасымда екінші барған сәтім. Біздер дейтін енді Стамбулды мен өзім бір аптаға барам, әр жыл сайын. Бір аптада Стамбулдың ішін аралап бітіру мүмкін емес. Одан кейін көп жерлерді жаяу жүргеннен кейін енді аяғында шаршайды, талады. Білмедім, басқа туристерге қарасаң бәрі де андай күшті позитивті көңіл күймен жүр. Бірақ енді ойлаймын, бәрінде аяғы солай ауырып жүрген болар деп. Мына жерде біз Қыз Күлесінің қасынан өтіп бара жатырмыз Баформен. Қыз Күлесіне мен осымен екінші жыл кіре алмай кетіп бара жатқаным. Былтыр келгенде де осы екінші келгенде де кісінің көптігінен, туристердің көптігінен кіре алмай кеттік. Бұйырса иншалла тағы барған жылы кіремін деген үмітім бар. Мен мына жерде Бафордың үстіне түсіріп осылай видеоға түсіріп келе жатырмын. Жан жақтағы әдемілікті көзім тоймай жатыр. Әлі де біздің бармаған жерлеріміз, әлі де қыдырып көзбен көрмеген жерлеріміз көп. Бірақ шүкір Аллаға, барған бір аптаның ішінде де, 7 күннің ішінде де біздер барынша осы Стамбулдың әдемі жерлерін көруге тырыстық. Мынау дейтін ең үлкен кеме, осыны Бафор деп айтады түріктер. Осы бергі беті Азия беті болса, келесі беті Европа беті. Олар солай айтады, Азия бетінен біздер Европа бетінен шығып келе жатырмыз. Енді мына теңіздің толқыны, судың әдемілігі адамның андай жүйкесіне әдемі көңіл күй береді, иә, білесіздер. Адамды кәдімгідей демалдырады. Сонымен соған көзім тоймай осылай түсіріп келе жатырмын қолымда телефонмен. Мен бұндай толқынды, бұндай әдемі көріністерді, жалпы кемеге мінгенді мен бала күнімде Астрахань қаласында, біздер әкеміз сол жақтың тұрғыны болғаннан кейін сол жаққа қыдырып барған кезде әкемізбен анамызбен осылай Бафорға мінген кезде осындай толқындарды көретінмін. Содан шығып қасымда ұстазым бар, ұстазым екеуміз осылай Бафордан түскеннен кейін жаяулатып, біздің жатқан отельге дейін жаяулатып осылай әдемілікті түсіріп бара жатырмын. Жер деген жап-жасыл әдемі, жап-жасыл кілем сияқты. Жерде мына адамдар өздері пикник жасап, бала шағасымен әрбір отбасы ана жерде, мына жерде астарына жайманы төсеп, осылай әдемі көңіл күймен отырған еді. Солардың бәрін түсіріп келе жаттым. Өте әдемі. Қасымда ұстазыма да айтып келдім, ұстаз, біздер де осылай өзіміз табиғаттың аясында осылай отырайықшы деп, кеткенше деп. Бірақ біздерде оған уақыт болмады. Одан кейін біздер анау негеде барамыз дегенбіз ғой, островқа да, ол жаққа да баруға ешқандай уақыт болмады. Одан кейін біз Қыз Күлес неге келдік, Галата күлесі бар ғой, соған келдік. Ол жердегі енді туристердің саны дейтін құмырсқадай болып тұр ғой. Аяқ басатын жер жоқ, соқтығысқан бір адамдар, әйтеуір бәрі де бұл жерде Қытай керек па, түріктер екібастан Қытай керек па, орыс керек па, орман керек па деген сияқты, әйтеуір неше түрлі ұлт бар жан жақтан келетін. Бәрі де әйтеуір әдемілікке көздері тоймай, қолдарында бір фотоаппараттарымен, жаңағы қолдарында телефондарымен осылай түсіріп жатыр жан жақтағы әдемілікті. Аллах нәсіп етсе, бұйырса, иншалла, қай жылы екенін білмеймін, биыл ма, келесі жыл ма, тағы да барам деген ниетім бар. Аллах білуші. Баршаңызға да осындай әдемі жерлерді көру нәсіп болсын, қыздар. Рахмет.